Сәлем достар, hello friends. Бүгінгі сабағымыз articles, яғни ENC деген артикльдерді қарастыратын боламыз. Бұл артикльдер тек ағылшын тілінде ғана кездеседі. Сонымен кеттік. Артикль дегеніміз не? Артикль дегеніміз зат есімнің алдына қойылатын қызметші сөздер. Олар затқа қосымша сипаттама береді. Мысалы, a pen, an apple, the book, яғни pen, apple, book деген зат есімдерге қызмет етіп тұрған осы артикльдер n, the осы зат есімдердің белгілі екендігін, белгісіз екендігін білдіріп қызмет жасап тұр. Ал енді артикльдердің қандай түрлері бар, соларды қарастырып өтейік. Артикльдердің белгісіздік артикл, белгілілік артикл, яғни indefinite, definite деген түрлері бар. Белгісіздік артикльдері an, белгілілік артикл the. Ал енді белгісіздік артиклі an-ге сипаттама берейік. Дауысты дыбыстардан басталатын зат есімдердің алдына an қолданылады. An apple, an egg, an elephant. Осы келтірген мысалдағы зат есімдердің бастапқы әріптерін қарасаңыздар, дауысты әріптен басталып тұр. Сондықтан да бұл жерге n артиклін қолданып отырмыз. Дауыссыз дыбыстан басталатын зат есімдердің алдына қолданылады. A desk, a map, a man, a bag. Яғни, бұл жердегі зат есімдердің алғашқы әріптері дауыссыз дыбыстан басталып тұр. Сондықтан да артиклін қолданамыз. Сонымен және n артикльдерінің айырмашылығы дауысты және дауыссыз дыбыстарға байланысты екен. Артикл не үшін қажет? Артикл зат есімді етістіктен ажырата білу үшін қажет екен. Оған мысал ретінде fly деген етістікті алайық. Fly бұл ұшу деген сөз. Ал егер де fly деген етістіктің алдына деген артиклді қойсақ, fly шыбын деген зат есімді білдіреді екен. Бұл енді барлық етістіктерге қатысты ереже емес, тек біршама ғана етістіктерге қатысты. Артиклді қайда қолданамыз? n, the артикльдерінің бірнеше қолдану жолын қарастырамыз қазір біз. Зат есімді алғаш рет таныстырғанда n деген артикл қолданылады. Яғни, зат есім туралы алғаш рет, бірінші рет айтып тұрған кезде, оны сөйлеуші мен тыңдаушы білмейтін зат есім айтылып жатқан кезде қолданылады. Сосын екінші рет қайталанғанда белгілі артикл thені қолданамыз. Енді осыған мысал келтірейік. I saw a person yesterday. Яғни a person. Қандай адамды мен кеше көрдім? Белгісіз зат есімі, сондықтан n қойып тұр. The person was sitting under a tree. Ол адам ағаштың түбінде отыр екен. Яғни екінші рет қайталанғанда the артикл қолданамыз. Себебі біз ол адамды кеше көрдік, уже ол адам туралы біз білеміз. Ал a tree деп бізге ол ағаш әлі белгісіз болып тұр. Қандай ағаш екені, қай жерде орналасқаны? The tree was very tall. Ал енді екінші рет қайталанғанда ағаштың ұзын екенін біліп отырмыз. Ағаш ұзын болды. Яғни the tree белгілі артиклді қойып отыр. Ал енді the person stood up when he saw a cat. Ол адам мысықты көргенде орнынан тұрды. Бұл жерде ол адам туралы үшінші рет айтылып тұр. Біз уже ол адамды білеміз. Сондықтан бұл жерге the артикл қолданылып тұр. Ал a cat деген кезде біз мысықты әлі білмейміз, қандай мысық, қайдан келген мысық. Сондықтан белгісіздік артиклін қолданып тұрмыз. Сонымен ең алғаш рет, бірінші рет зат есім туралы айтқанда алдына қойылады. Ал екінші рет ол затты біз танығасын, білгесін the артиклін қолданамыз. Ал екінші түрі саналатын зат есімнің жекеше түрімен қолданады. Саналатын зат есім дегеніміз кітап, ручка, стол, тағы басқалары. Және тек жекеше түрінде қолданылады. Осы естеріңізде болсын. Мысалы, she is a student. Бұл жерде студент деген зат есіміміз жекеше түрде тұр.
және саналады. This is a book. Мынау кітап. Кітап дегеніміз жекеше түрде тұр және саналады. Сондықтан алдына деген артикл қолданылып тұр. Зат есімнің көпші түрінде артикл қолданылмайды. We are students. Олар студенттер. Бұны мақтап естеріңізде сақтап алыңыздар. Келесі an. Нақты емес, жалпы нәрсе туралы айтқанда қолданылады. Мысалға, I'd like to buy a dress. Мен көйлек алғым келеді. Бұл жерде бізге белгісіз болып тұр. Яғни ол көйлектің қандай екенін бізге айтып тұрған жоқ. Тек көйлек алғысы келетінін айтып тұр. Ал егер де I'd like to buy the dress. Мен мына көйлекті алғым келеді. Яғни бұл жерде белгілі уже қандай көйлек алатыны. Сондықтан да the артикл қолданылып тұр. Ал енді the артикліне тоқталайық. Бірегей бір нәрсе туралы әлемде тек бір данадан бар болса қолданылады. Мысалға the sun. Күн. Күн бұл әлемде біреу ақ, бірақ дана. Сондықтан алдына the артикл қолданылып тұр. The moon, the earth, the president. Айда, жерде, президентте барлығы біреу ақ, иә. Сондықтан the артиклі қолданылып тұр. Екіншісі географиялық атаулармен қолданылады. Мысалға, the North Pole, солтүстік полюс, the South Pole, оңтүстік полюс, the Arctic, Арктика, the Antarctic, Антарктика. Яғни бұл географиялық атаулар өте оңай. Үшінші, атаулары көпше түрде зат есімдер болып табылатын елдермен де the артикл қолданылады. Мысалы, the Philippines, Филиппин, the Netherlands, Нидерландықтар, the Baltic States, Прибалтика. Келесі мұхиттар, бұғаздар, теңіздер, өзендер, каналдар, сарқырамалар, ағымдар. Міне осылардың атауларын айтқан кезде міндетті түрде алдына the артикл қолданылады. Мысалға, the Atlantic Ocean, Атлантик мұхиты, the Black Sea, Қара теңіз, the Red Sea, Қызыл теңіз. Келесі, сын есім сөйлемде зат есімнің қызметін атқарып тұрғанда қойылады. Мысалға, the poor, кедейлер, the rich, байлар, the young, жастар, the old, кәрілер. Бұл жерде poor деген бұл сын есім, ал алдына the артиклін қойсақ, зат есімге айналып кетеді. Келесі, ұлт атаулары алдына the деген артикл қоямыз. The Kazakh, қазақтар, the French, француздар, the British, британдықтар, the English, ағылшындар. Достар, бүгін сіздер the артиклдерін түсіндірдім. Өте түсінікті болды деп ойлаймын. Жақсы түсінсеңіздер, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Келесі сабақта zero артикл туралы өтеміз. Сау болыңыздар. Goodbye.